Қайырлы күн, құрметті қостанайлықтар, құрметті тобыл торғай жұртшылығы, баршаңызға қайырлы кеш дейміз. Біз әрине облыстық халық шығармашылық орталығы, оның ішінде Шаңырақ ұлттық өнер орталығы өзінің кезекті сұхбатын, өз жұмысын жалғастыруда. Жайдарлы жаздың керемет сұхбаттары болады деген сенімдеміз. Өйткені бүгін бізде қонақта ерекше облысымызда мәдениетке, өнерге үлкен үлес қосып жүрген талантты айтыскер ақын, айтыс ақындары мен жыр термешілер одағының мүшесі, Соколов Сарыбай кен байыту өндірістік бірлестігінің жұмыскері. Биылғы жыл осы бүгінгі біздің сұхбат беретін кейіпкеріміздің жылы деуге болады. Өйткені еңбек адамдарына, еңбек жұмыскерлеріне арналған жыл болғандықтан біз арнайы шақырып отырмыз. Біздің қонағымыз Ғалымгерей Кенжеғозин. Қош келдіңіз дейміз. Қош көрдік. Енді облысқа Тобыл торғай төріне кеңінен ақындықпен танылдыңыз. Дегенменен ел президенті биылғы еңбек жұмыскерлер жылы, еңбек адамдар жылы деп бекіткеннен кейін, біз өзіңізді басқа салада еңбек етіп жүргеннен кейін, және өнерге де үлес қосып жүрген талант иесі деп шақырып отырмыз. Жалпы еңбек деп бастадық. Еңбекті қай кезде бастадыңыз? Қалай бастадыңыз? Қайдан бастадыңыз деген сұрақтан бастайық енді болса да. Рахмет. Негізі ауылда туып өстік. Торғай облысы бұрынғы Жангелді ауданы, Жаркөл ауылы. Ол Жаркөл ауылының бөлімшесі Тентексай деген, Бестамақ деген кезінде. Содан сол ауылда 24 отар қой болды бізде. Жаңа ауылдың бәрі науқан ғой. Қырықтықтан басталады, қоз суару дейді, жаңа қой қырқу, қой жығу. Содан бастадық. Мектепте жүрген кезімізде ол бастауыш сыныпты бітірген. 10 жасар баламыз ғой енді. Содан жаңа шопандарды аралап, қоз суарамыз. Ай сайын қайталанып тұратын нәрсе шек құртына қарсы. Бірінші барған кезде ештеңе емес, әлі кішкентай. Екінші барған кезде орташа, үшінші барған кезде жаңа қозылар қоймен бірдей болып кеткен. Аяғын ұстаған кезде қолын дірілдетіп соғады. 10 жастағы баламыз ғой. Қазір 10 жастағы бала сот қойнадан басқа ештеңе білмейді. Содан бертін келе жем-шөп дайындау бригадасында тракторшының көмекшісі дейді ғой, сондай прицепщик дейді орысша айтқанда. Тырмада отырасың. Ала жаздай 25 мамырда оқудан келген бітте тракторшылар күтіп алады, бір-бірден салып алады да кетеді. Сосын 31 тамызға дейін. Бір күн қалған кезде бар жуындай сабақ барысында жібере салды. Сөйтіп өстік. Тоқтаусыз 3 ай бойы еңбек етіп. Бертін келе тәуелсіздік алғасын Совет үкіметі құлағаннан кейін өзіміздің жеке шаруашылығымыз болды. Сонда қызмет істедік. Одан әскер қатарына алындық. 2 жыл әскер қатарында болып келгеннен кейін ауылда жұмыстық рет келмегесін Рудный қаласына келдім. Әр жерде жұмыстар істедім енді. Күнкөріс ғой енді. Сөйтіп әке-шешемді көшіріп алдым. Сол жақтан отау құрдым. Сол бүгінде сол Соколов Сарыбай кен байыту өндірістік бірлестігінде жұмыс атқарамын. Оның сыртында ұлттық дәстүрі біздің айтыс, ақсүйек өнері қазақтың. Қолымнан келгенше үлесімді қосып келемін. Айтысқа өзіңіз қатысып жүргеніңіз енді елдің бәрі біледі ғой. Сізбен бірге қателеспесем қарындасыңыз айтысқа қатысады. Жалпы өнерлі отбасысыздар ма, әлде құр ақындық қана осы бір екеуіңіз ғана айтысып жүрген? Басқа да ағайындар, бірге туған бауырлар, өнерге үлес қосып жатқан бар ма? Немерелес ағаларымыз бар. Мысалы, жазушы, ақпарат саласының үздігі Нағашбай Қабылбеков, жазба ақын, поэзияда. Одан қалды әкелерім бірге туған Бейімбет Апаханов деген кісі. Өте дарынды, бірақ соны ұстамай кеткен. Ал енді мен шыны керек қой бағып тұрған ғой, қой бағып жүргенбіз. Кітапты жақсы оқыдым мен, бала жастан. Жаңа бір кітапты бір күнде 2 күнде оқып тастайтын. Енді кітап болмай қалғасын газеттер келеді, соны жинап алып кетемін. Аттың қоржынына салып, сосын отырған кезде газет оқимын. Сөйтіп оқып отырсам, арқалықты қайтыс болған дүрілдетіп, 94 жыл ма екен, 95 жыл ма екен. Сосын келді, жаңағы Әлпия Орманшина, Бүркіт Бекетов, Айбек Қалиев, күшті айтыс болған еді. Сосын отырып, өкінемін, мен неге айтыспаймын осы. Ең соңында
Абдулин деп қойды, Әмірхан Абдулин, бас редакторды телефон жазып қойған. Ол кезде телефон светте жоқ қой біздің ауылда. Соған айтамын, осы кісі хабарласып, осы кісі білетін шығар мүмкін, осы кісі жазып отыр ғой деп қоямын. Сөйтіп 2000 жылы Рудный қаласына келдім. Содан бізде мектепте жаңа көрініс көрсетеді. Бесікке салу, беташар, сондай. 15-ші мектеп, жалғыз мектеп болды қазақша. Сол маған бір кісілер шықты, алдында бір жерде бет ашқан мен. Сосын айтты, осындай домбырамен келіп бір терме орындап берсең деді. Сөйтіп жаңа терме орындауға келдім, домбырамды алып. Сол кезде жаңа Гүлнар Қалқаева деген кісіні ең бірінші көрдім мен. Мен бұның атынан еститінмін, бұның жаңа Балқы базарының тойында бірінші орын алып келген, халықаралық айтыста. Ол кісі жаңа Қонысбай Әбілдің тікелей шәкірті, ең алғашқы шәкірті деп айтсақ болады. Сөйтіп жаңағы кісі келді де маған айтты, бізде айтыс, анау Жігіт Сұлтаны жандай нелер болып тұрады, жарыстар. Қазақтарды енді көбейіп жатырмыз. Соған насихаттап өзіміздің тілімізді, дәстүрімізді, сондай жастарды мен осылай өзім қарамағыма шақырып жатырмын. Осындай бізде айтыс болады, соған арнау айтып берсең деді. Домбыра тартасың, өлең айтасың, терме айтасың. Жақсы дедім. Сөйтіп жүрген кезде күздің күні айтыс болады деп естідім. Бірақ маған анасы ұмытып кетті ме, хабарласқан жоқ. Өзім іздеп бардым. Акиматта екен, жаңа әкімшілікте, екінші қабатында. Сосын келді, ана кісі айтты маған. Арнау айтты онда, сен арнау айтты, жарайды. Сөйтіп айтысқа 2 күн, 1 күн қалғанда, ертең айтыс. Бір жігіт шықпай қалып, маған айтады, хабарласып тұр да, үйдің телефонына хабарласып. Ертең айтысасың дейді. Ойбай, үстіне бір су төгіп жібереді ғой, салқын су, сондай болды. Сөйтіп айтысқа қатыстым, ең бірінші 2000 жылы тәуелсіздіктің 9 жылдығы. Содан келесі жылы тәуелсіздіктің 10 жылдығына қатыстым. Одан жаңағы ауыл жылы деді, мәдениет жылы деді, сол жаңағы кісі бірыңғай айтыс ұйымдастырып отыр. Сонда бір айтыста бірінші орын алдым айтып. Содан Лисаковскте облыстық ақындар айтысы бар екен, соған жіберді. Оған барып келген Петропавл қаласында жаңа Қызылжарда Мағжан Жұмабаевтың 105 жылдығы республикалық айтысқа жазып жүрген ғой мені. Мен аяқ астында дайындық жоқ, сол айтысқа бар, жаңа Балғынбек, Айбек, Серік Құсанбаев, аналардың бәрі ағып тұр. Мен анау аналар көрген кезде ойыңды ұмытып қалады екенсің. Мен көп айтысқа көп дайындалмай, жаңа суырып салмалыққа не істеп жүргенмін ғой, соған өзімді өзім шынықтырып жүргем. Сөйтсем ана кісілер масқара, ойбай, қайдан түстім да. Сөйтіп жаңа мен қарындасым 87 жылғы мектепте оқиды. Сол киімдерін өзектеп береді мен. Әлі ол кезде бойдақ кезім ғой. Сосын айтыстан 5000 теңге, ол кезде 2000 теңге жаңа жүлде қоры. 3-ші орын 2000 теңге береді. Екінші орынға 5000 теңге береді. Сөйтем де жаңа ақшаның жартысын беремін жаңа киім өзектеп берген үшін. Сөйтіп 2007 жылы екен бір айтыс өтсек деді. Соған ақындар шақырдық. Осы жақтан Асылан Қанғожин, Марғұлан Оспанов, осы жаңа чемпионат айтыс аламан, анау айтыстар шығып жатыр республикалық. Сосын Медет Байзақовты шақырдым. Сөйтсе Медет Байзақов 2 күн қалғанда мен бара алмаймын деді. Сосын үйге келдім, енді бір ақын тауып алу керек. Ана жақта Мамай келе жатыр, мен бармын. Сосын жаңағы Роза деген келіншек бар, Рудныйдан. Сосын жаңа қарындасым айттым, осы айтысқа қатыссаң 5000 теңге беремін деген. Қатысам деді. Келесі күні айтыс. Сол Марғұлан екеуі керемет айтыс жасады. Сөйтіп қарындасым басшылық жеңіп алды жаңағы. Мен өзім үшінші орын алып қалдым. Солай енді анамыз Болат Хамзин марқұм ашқан ғасырлар пернесі ансамблінде мандарин дейді ғой, сонда ойнаған. Домбырада ойнаған. Енді қай жақтан да бар енді нағашымыз Игілік Бейсенбаев кезінде Торғай облысының командасында Қоныс көкемдермен, Бүркіт көкемдермен, Отар Нұрманғалиев деген ақын әкеміз өтті өмірден. Сол кісілермен араласып, біте қайнасып, Жолдыбек деген кісі болған жаңа Ақкөлде. Сол кісілермен бірге осы облыстың намысын қорғады, біраз жүлделердің иегері болды. Өзі жаңа бітірген ветеринарный ма, веттехник па сондай екен. Сөйтіп жүріп нотариус болған ғой, Торғайда, облыста. Жазу деген таспен басқанда онда компьютер жоқ қой, қолмен толтырады екен. Одан көмірдің бастығы болды, сөйтіп өмірден озды. Сол кісілерді кішкентай кезімде мен жаңа Торғайда оқыдым, Ыбырай Алтынсарин мектебінде. Сол кісі сол жылы 35 жасқа толды. Сонда бөлек-бөлек қонақтар шақырды, ақындарды шақырды. Ойбай, баян, домбыра жаңа керемет екен. Ақындар келсе бір күн, 2 күн емес апталап жататын ғой жаңа. Содан соларды көріп өстім де мен. Ойлам ғой, осылай мен де ақындармен бірге жүрсем екен деп.
Сосын Арқалық қаласына айтысқа бардым 2005-те. Осы жақта Шоқан бабамызға 170 жылдық айтыс болды, аймақаралық. Жаңа Қаныша Раисова, Елена Әбдіқалықовалар келді осында, Абат Кәкен, Абаш Кәкен. Сөйтіп, жаңа Арқалықтан Салтан Өтелбаева, Мамайлар келді, ізгілеу. Бізде тәуелсіздік айтыс бар, келсе деді, қызық енді. Біз жылда шыға береміз да, бізде енді өзгеріс жоқ дейді. Сен бір өзгеріс енгізсе, жаңалық болып келсе деді. Жарайды дедім, мынау қараша айының 26-сы, 16-сы, 20 күн ғана. Сөйтіп, кеттім Рудныйға, қалама. Бір күн есіме түсіп кетті жаңа, 12-сі екен, желтоқсан. Сосын мәдениетке звондадым, біздің Арқалықта айтыс бар деп, біліп бересіздер ме? Сосын келді, ана кісілер звондаған. Ертең айтыс деді. Ертең 13 күн айтыс деді. Сосын маған хабарласты, айтты, нөмірін жазып ал. Ертең барып Арқалыққа адасып кетпе, мәдениет үйді алмай. Бүгін барсаң, пойызға мініп билет алсаң, үлгересің деді. Ол кезде сөйтіп, аяқ астынан пойызға билет алып кеттік. Барсақ, айтыс деген, онда 18 ақын бар екен. Жаңа Медетіңде Байзақов, Марғұлан Оспанов, Азамат Мәлжанбай, Салтанат. Облыстағы мен дегендер. Мамай, Тоба, Балтасар, Байбатыр. Ой, 18 ақын. Сосын келді айтты, біз жеребет тастаймыз деді. Жарайды. Жеребет тастап, жаңа Балтасар деген інімізбен айтыстым бірінші күні. Екінші күні финалда Азамат Мәлжанбаймен айтыстым. Ол бірінші шығып тұрған айтысқа. Ой, сойқан айтыс болды біздікі. Содан финалда Бағила Балмашевамен айтыстым. Сөйтіп бас жүлде алдым. Ол кезде телевизор, қарапайым телевизор ғой, сол кезде. Сөйтіп, өзі былай қарап отырсақ, 5 жыл сайын мен өзі жылым болады екен. 5 жыл сайын жүлде алып тұрам. Мына айтысқа қатысқам 25 жыл болды дедім ғой. 2019-да Жітіқарада рухани жаңғыруға арналған қаланың 80 жылдығына Жітіқараның. Сонда бас жүлде алған 2019-да. Былтыр 2024-те Бейімбет бабамыздан бас жүлде бұйырды. Сондай өзі. Тамаша. 5 жыл сайын қайталап тұрам дейсіз. 5 жыл қайталап. Жақсы. Биыл да енді бұйырса айтысқа қатысайын деп отырсыз ғой. Алла қаласа. Сарыкөл ауданында Шоқан Уәлихановтың 190 жылдығына арналған үлкен облыстық айтыс болғалы тұр. 25 маусым күні. Оған да бұйырса қатысайын деп отырсыз. Дайындық қалай? Сол дайындық бастауға қол тимей жатыр. Кеше Арқалық қаласынан келдік. Жаңа Отар Нұрманғалиев деген әкеміздің 80 жасын өткізіп келдік. Ас беріп, туыс-туғандары. Сонда жаңа Жадыра Құтжанова, Айбек Қалиев, Бағила Балмашева, Мамай Сүлеу, Байбатыр, Ахметбеков, Салтанат Өтелбаева, Тоба Өтепбаев, мен 8 ақын өнер көрсетіп, жақсы қабылдады халық. Тамаша. Дайындық дегеннен Шат Қостанай облысында жүргеніңіз 25 жыл болды. Кейінгі уақытта республикалық деңгейдегі айтыстарға шыққаныңызды байқамай жүрміз енді. Осы жағы өзіңіз бас тартасыз ба, әлде дайындықтың жоқтығы ма, әлде жоғарыдан ұсыныс жоқ па? Осыны бір қозғайықшы. Жоғарыдан ұсыныс түседі. Айтыс болатын кезде осы 4-5 айтысқа мен осылай тізімде барсың деп артынан жоқ болып кетеді, бірақ білмеймін неге екенін. Кім өткізбей тастайды, кім ұнатпайды білмеймін. Мысалы жаңа 2019-да Жітіқарада жаңа рухани жаңғыруға қаланың 80 жылдығы және Майлиннің 125 жылдығы деп сондай не келді бізге ереже. Мен сол айтыста бас жүлде жеңіп алдым. Содан кейін, бір аптадан кейін Биағаның, өзіміздің Биаға атты мүшайра болды республикалық. Мен соған өлең жіберіп, сол мүшайрада бірінші орын жеңіп алдым. Одан Лисаков қаласында, онда да Бейімбет Майлин 25 жылдығы деген атау болды. Онда республикалық деді, Айбек Қалиев, ағамыз Салтанат Өтелбаева, мен үшеуміз қатыстық. Сырттан 3 ақын келді. Астанадан Тоба Өтепбаев Астана атынан шықты. Сосын Екпін Советхан солтүстік Қазақстаннан келді. Сосын Зағыпар Аманжол, үкімет, ақын. Сол жігіт келді Көкшетаудан. Сөйтіп, сол айтыста Айбек Қалиев бас жүлде жеңіп алды, мен бірінші орын алдым. Осы айтыста орын алғандар ертең республика айтысқа шығады деген жаңа Биағаның. Қай жылы? 2019-да. Сол айтыста мен тізімде болған, маған хабарласқан кісілер болды, дайындал сен осы айтыста, республикалық айтыста, сен барсың деді. Содан жаңағы
Майлин ауданының әкімшілігі. Біз демеушілік болып көлік тігеміз, бірақ біздің ақынға түсу керек біздің жақтан. Мамай үстілігі мен орнына кіріп кетті. Мен тізімнен алып тастады. 130 жылдығында ма? 120 жылдығында. 120 жылдығында. 130 жылдан былтыр болды ғой. Былтыр болды. Енді сонда неше жылдан бері енді республикаға қатыспай отырсыз? Былтыр қатыстым. Былтыр Қонысбай Әбілдің 70 жасында. Былтыр қатыстыңыз. Иә, алғаш рет республикалық жүрсіннің айтысына қатыстым. Алғаш рет? Алғаш рет. Сонда Жүкеңнің айтқаны жаңа жүрсін Ерман. Осы кезге дейін қайда жүрсің дейді маған. Мен айтамын, осы жақта жүрмін деп. Неге айтысқа қатыспайсың дейді. Қатыстырмаса қалай қатыстырамын дейді. Кім сені қатыстырмай жатқан дейді. Енді маған бір кісілердің айтқаны, сені жүрсін айтты, танымаймын деп айтты дейді. Сол үшін тізімнен алып тастады дейді, бір айтыста. Ол біздің өзіміздің ауылда өткен Ақанның 150 жылдығында. Өйткені бізде Әулиекөлде 2019 жылы, 2023 ба, Әулиекөлде Ақанға арналған айтыс өтті облыстық. Сосын айтты, осы жерде кім орын алады, ертең республикалық айтысқа жолдама деп. Айбек Қалиев айтты. Мен сол айтыста, Салтанат Өтебаймен айтыстым. Бірінші орын жеңіп алдым. Сосын Лисаков қаласында өтті. Ол кезде өзіміздің келін Тоба Өтепбаевтың келіншегі Жібек Шағмарданмен айтыстым. Ол жақта екінші орын алдым. Маған айтады, осы жерде кім орын алады, солар ертең республикаға қатысады. Енді мынау Лисаковтың айтыс өткеннен кейін хабарлассам Айекеңе, Айбек ағамызға. Ол кісі айтады, тізімде болғансың сен, бірақ жүрсін айтты, сен танымаймын деп айтты. Сосын Жібек Шағмарданды кіргіздік, Салтанат Өтелбаеваны босада кіреді. Сөйтті де. Мен тізімде болмай шықтым. Облыста рейтингіңіз жоғары, бірақ республикаға өтпейсіз. Сондай болып тұр. Енді алда тағы Міржақып бабамыздың 140 жылдығында үлкен республикалық айтыс келе жатыр. Мүмкін сол сахнадан көрерміз деген ойдамыз. Енді былтыр жаңа Бейімбет бабамыздың айтысында айтты ғой, осы жерден орын алған кісілер, ақындар, Міржақыптың айтысын айтысады деген сөзді естідім мен. Ол мына ережеде де болды. Мен бас жүлде алдым. Енді ол есептелмейді дейді. Маған десе болмайды. Ол есептелмейтін болды дейді да. Сізге деген кезде бәрі. Енді Сарыкөл ауданында да осы облыстық айтыс болайын деп жатыр. Содан іріктелгендер мүмкін жолдама алатын шығар. Оны да тағы да алда уақыт көрсете жатар. Жақсы, 25 жыл бойы енді айтысқа, жалпы өнерге, мәдениетке үлес қосып келе жатсыз ғой. Бізде облыстық деңгейде оқушылар айтысы болатынын білесіз, жас тұлпар. Жыл сайын шәкірт қатыстырып жүрсіз, көптеген. Бірақ осы соңғы 1-2 жылда сіздің шәкірттеріңізді көрмедік. Мәдениеттен алаңсыз алыстадыңыз ба, әлде шәкірт шықпай жүр ма? Әлде айтысқа деген оқушылардың, балалардың қызығушылығы төмендеді ме? Енді қазір мынау интернет, телефон дегендер Әрине, ол енді кесірін тигізіп отыр. басты дүние не болып тұр өзі? Мен енді бізде жаңағы Бейімбет Майлин атындағы 7-ші қазақ мектебі, Рудный қаласында, сол директормен келісіп, мен айттым, маған ештеңе керек емес, маған Рудныйдың атынан шығатын, менің жолымды басатын ақындар тәрбиелеуге тырысайын деп. Сөйтіп, жаңа Данияр Нығматов деген бала қазір айтысқа шығып жүр. Одан Жамбыл Тоққожаев деген осы бас жүлдені алды, осы оқушылар айтысында біраз жерден биіктерден көрінді. Ол бала стоматолог болып кетті. Қазір уже келесі жылы диплом алады, биыл соңғы курсқа барады. Ол да жаңа енді солай болды, енді білмеймін. Қызығушылығы болмады ма, бірақ негізі қабілеті бар бала еді. Содан тағы бір Жолдасбек деген баланы дайындағам. Сөйтіп ана бала, сөйтсем ол қатыспайтын нәрсесі жоқ екен, жаңағы өнер дей ме, жаңағы актер дей ме, жаңағы өз несі бар екен, өздерінің бөлек-бөлек жаңағы. Иә, әртүрлі саласы. Иә, әр салаға, соның бәріне қатысады екен, белсенді да. Сөйтіп жаңағы айтысқа дайындайтын кезде мен ана жаққа, бір жаққа спектакль қою керек еді. Бір жерге барып, анау мен жүргізетінен бір кешті. Сөйтіп алдыңғы жылы ма айтыс қалып көп сол баланы. Сөйтіп телефон қарап отыр, не істеп отырсың дедім, дайындалып отырмын. Бүйтіп қарасам, Инстаграм қарап отыр. Сосын айтты, мен анауың дейсің. Жоқ, қазір қарабайын жаңалықтарды қойды. Оны жаңалықтарды қазір қарап сразу сахнада айтып бере алмайсың. Сөйтіп көңілім қалып қойды жаңағы баладан. Қазір мектеп бітіріп кетті, бірақ содан кейін айттым, мен шамалы демалайын.
Енді болашақта болып жатса шәкірт дайындаудан мен тайынбаймын, оған қарсы емеспін. Оның жаңағы рудныйдан намысын қорғайтын балалар шығып жатса, ол мәртебе. Әрине. Қазір үзілісте жүрмін. Демалыста. Өзіңіз айналысып жатсыз айтыспен. Енді соңғы уақыттарда жиі шығып жүрсіз, айтысқа көріп жүрмін. Өнермен өзіңіздің жасап жатқан қазіргі жұмыс жасап, басқа салада жұмыс істеп жатсыз ғой енді. Өнермен екеуін қатар алып жүру бір-біріне кедергі емес пе? Жалпы сол жұмыс жасап жатқан жеріңіздегі басшылық, болмаса сол жердегі бір қызметкерлердің көзқарасы қалай? Енді жиі сұранасыз, жиі барып тұрасыз. Бізде мысалы жаңа жұмыста өзінің мәдени жаңа бөлімі бар. Жұмысыңыздың. Да, мәдени бөлімде жаңа сосын жастар ісімен айналысатын молодежный дейді ғой, сондай жаңа орталық. іс-шаралармен айналысатын адамдар бар. Жаңа директордың орынбасары сондаймен айналысатын. Жаңа спортпен, жаңа бізде де фестиваль не болып тұрады, жаңа көркемөнерпаздар шығармашылық жаңа несі. Сондай жарыстарға қатысамыз. Ол 2017 жылы сондайға қатысып, бірінші орын алып, экспоға жолдама алып барып барлап келгем. Сол жақты бәрін, ақшасын бәрін өздері төледі. Сіз нағыз қайнап тұрған өнердің ортасында жүр екенсіз ғой демек. Иә. Сосын мынандай неге баруға, мысалы айтыстарға қатысуға, маған ешқандай кедергі жоқ. Бұл жақтан сіздер жібересіздер ғой ережені, мәдениет бөлімінің бастығы хат жазады да әкімнің атынан. Біздің президентке жібереді. Президент қол қойып, приказын шығарып береді. Болды, айтысыңа бар, айтысып кел. Қолдау бар, еш кедергі жоқ. Қолдау бар. Сосын осы жұмыста жүргенім, бұл жеке меншік емес, бұл кәдімгі мемлекеттік жұмыс сияқты. Зейнетақы қорыңды жинап отырасың, жаңа сақтандыру дейді ғой, бәрі салық, бәрін төлеп отырасың. Тамаша. 25 жыл бойы енді еңбек етіп келатсыз. Жалпы мен сізге дейінгі ақындарға да осы сұрақты қойғам. Басқа облыстарды қарап отырсақ, ақындар өздеріне есеп беру кешін беріп жатады, кітабын шығарып жатады, өлеңдерін насихаттап жатады, бір әнге сөз жазып жатады. Көбірек іздене ма, еңбектене ма, мен түсінбеймін. Әлде біздің өңірде ол бір қолдау жоқ па, дамымай қалған ба? Енді өзіңіздің жұмысыңызда өнерге қатысы бар, қолдайды деп отырсыз. Мәдениетпен де байланыстасыз Рудный қаласында. Ел таниды. Бір кеш беру ма, болмаса бір сондай жаңағы басқа ақындар жасап жатқан жұмысты сіздер де жасай аласыздар ғой деп кейде ойлаймын өзім. Енді мен ойлаймын, қолдауға байланысты. Қолдау болса, мысалы, мен Рудныйда тұрамын ғой, мысалы. Рудныйдың мәдениеті мені қолдаса, мен кеш беруден, мысалы, тайынбаймын. Өйткені қазір кеш беру үшін бір атақ, дақпырт сияқты өз ақшаңа бәрін істеуің керек. Өзің демей жүздеуің керек. Бір ұсыныс жасап көрдіңіз ба барып, өзіңіз жай? Кімге? Мәдениетке болмаса. Мәдениетке мен өзім шығармашылықты бермек түгіл, мынау Гүлнар Қалқаева, жаңа ұстазым, марқұм, өмірден озып кетті, 40 жасында. Сосын 50 жасына айтыс өтсек деп мен қайта-қайта ұсыныс жасадым. Сосын айттым, ретро айтыс, жаңа кісінің көзін көрген. Сөйтіп отқан кезде жаңа карантин басталып кетті. Сол айтыс өтпей қалды. Онда жаңа Бүркіт марқұм Бекет, сол кісі келу керектін, Қонысбай, көкеміз жаңа, Әбіліп, сол кісі жаңа тікелей ұстазы. Сол кісілер келетін. Енді келді 23 жыл өткіздім мен. Жақсы өттік, жоғары деңгейде өттік. Өзіміз жаңа демеушілер не істедік, туыстар келіп көмектесті бір жерлерін. Сосын мектеп мұғалімдері көмектесті, жаңа директорлар келіп. Үлкен ардагерлер кеңесі келді жаңағы. Сөйтіп сол айтысты өткіздік. Бірақ өкініштісі жаңа кісілер өмірден озып кетті ол кезде. Мысалы жаңа мен айттым ғой, жаңа сахнада сол кісілермен бір сахнада тұрудың өзі маған бір арман болған. Жаңа Жадыра Құтжанованың сыртынан көргеннің өзінде мәз болатынмын. Сол кісі келіп үйден келіп қонаға ішіп, қона жатып, әңгімелесіп, кәдімгі өзім сияқты қарапайым екен. Ойлайсыз ғой сыртынан қараған кезде. Қазіргі сөзбен айтқанда жұлдыз болып кеткен сондай болған. Жоқ, қарапайым екен бәрі. Сол кісі жаңа Бүркіт Бекетов үйге келіп, марқұм арнауын айтып, тамағын ішіп, омыртқасын мүжіп, сөйтіп кеткен, батасын беріп. Жаңа Мұқан Нұртазин ағамыз да өле-өлгенше осы Ғалымгерей Мамай деп екеуміз қайта қарсы алып, құрметтеп шығарып салып. Сондай. 23 жыл өткіздіңіз. Өткіздік. Мәдениет қолдау білдіріп. Мәдениет қолдау білдірді. Демеушілік жасады. Демеушілік жасағанда 1,5 миллион теңге ақша бөлген ғой. Сөйтіп Горняк деген жаңағы сағат 80 ба сондай екен. 3 сағатқа соны алдық. 240 мың ба сондай ақша жібердік.
енді келді оған экран керек деді. 600 мыңға экран алайық жаңағы. 1,5 миллион ақшаның ішінде. Сөйткенде жаңағы 800 мың теңге ма сондай ғана қалды. 10 ақын болды, соған 80 мыңнан бөліп бердік. Басқа енді қолымыздан келетін ештеңе жоқ. Оның сыртында мындай демеушілер болды жаңағы. Гүлнар тәтеміздің шәкірті Әзірхан Төребеков деген досым өзі ақшалай қолдау білдірді, әкеп шапанын жапты, сосын туыс-туғандар әкеп сыйлық жасады. Сосын бізде торғайлықтар деген топ бар. Рудныйда. Иә. Сол кісілер ақша қосылып өзіміз қаражатымызда. Мен де қосылдым оған. Бәріміз бүкіл келген ақындардың бәріне шапан жапты. Сондай болды. Халықтың қолдауымен мәдениеттің. Иә. Енді былтыр жаңағы тағы жалғастырамыз ғой десек, маған айтады 1 миллион теңге ақша бар дейді. Соны енді өзің ақындарды өзің шақыр, өзің осыған ат сал, сосын өткіз сен айтысты дейді. Мен айтамын, мен айтысты, мен қолымда тимейді ғой айтысуға. Сіздер ғой мәдениетті істеп отқан. Сіздердің жұмыстарын мен істеуім керек болсыңдар. 1 миллион теңгеге оқушыларына айтыс өткізсеңдер, әдемі емес пе? Керемет болады. Ол келген ақындарға енді ұят қой енді. Ол қонағатысы бар келгесін. Осы сіз ғана емес, көп аудандағы кейбір ақындар, кейбір мәдениетте жүрген жаңағы енді өзіміз сияқты мәдениеттің жанашыры болып жүрген жандар бар ғой енді. Көбісі айтады, айтысқа ақшаны, қаржының аз бөледі. Иә. Осы жағын енді мен де кейде түсінбеймін. Иә. Сонда сіз сұрадыңыз ба? Неге аз бөлінеді? Болмаса кім бермей отыр деген сияқты. Енді ол кісілердің Бұл тек айтқан қана сіздің рудный емес, басқа жақтарда да бар. жауабын айтайын. Ол қалалық ақындар айтыс екен. Түсіндің ба? Сонда рудныйда мен ғана ма айтысқа қатысып жүрген? Айтам, ауыздар солнысы 1 миллион теңге қол қойса болған жоқ. Оны Мен ғанамын ғой дейсіз. облыстық айтыс емес, бізде қалалық ақындар айтыс екен. Қалада жаңа бұрын жаңа Гүлнар тәтем өзі ұйымдастырып кеткен жаңа мерекелер Наурыз. Рудныйдың өзінен ғана қатыса ма? Өзіне ғана қатысу керек. Демек ақындар болған ғой өзінде. Болғанда студенттер ғой жаңа. Бізде музыкальный колледж бар. Анау педагогика колледжі бар, институт бар. Содан жаңа сырттан келеді ғой, оңтүстіктен келген балалар солардың ішінен таңдап жаңа өнері бар балаларды. Ол кісі өзі жазып беріп жаңа Гүлнар тәтеміз айтыстырған ғой. Сол жаңа аяқ астынан мен шығып кеттім дедім ғой. Содан мен ана кісі қайда болса мені жібереді. Сен білесің сен. Не деп айтамын десем, не керек соны айта бер. Қабылдайды сен. Сенім артады дейсіз. Сенім артады, сол сенімін ақтаймын деп жүріп айтыстың ортасында топ ете қалдық. Ал енді мынау сіздерге айтар ұсынысым бар. Мынау жаңа 16 аудан, 5 қала осы Қостанай облысына қарайтын. Соңғы жаңағы елді мекендерде айтыс өтпейтін жерлер бар. Негізі жоспарда болу керек. Аудандар, қалалар. Аудандарда. Мысалы жаңағы Қарабалық дейді, Федоровка дейді, ол кісілер ол жақта мен өмір болып көрген жоқпын. Естіген де жоқпын, ол жақта айтыс өтіп жатыр дегенде. Мынау Ұзынкөлде де сондай. Меңдіқарада осы 3-4 жыл бұрын ба асабалар айтысы болды, жаңағы отбасылық айтыс сондайлар бастады да, ол да үндемей қалды. Ол бір жоспарға кірілген нәрсе, ол ешқашан шықпайды, ол сонда тұрады. Енді жақында Сарыкөлге барамыз деп жатырмыз ғой, бір аптадан кейін. Енді ұсынысым ол жаққа кәдімгі қағаз жіберіп, жылдың басында жоспарға кіргізіп, жаңа 21 аудан қала емес енді, ең құрғанда 5 аудан 4 жылда бір кеп тұрса деймін да, әр өңірде мысалы Ұзынкөл, Сарыкөл, Меңдіқара, біреу жаңа Лисаков, Жітіқара жақ, Арқалық, сондай жаңағы Федоров, Қарабалық жақ, Майлин ауданы сол жақтарда өткізіп, содан іріктеп қорытынды айтыс тәуелсіздіктің қарсаңында желтоқсан айында облыста өтсе деймін да. Сол кезде жаңағы мысалы бізде былай ғой 8 ай айтыс болмайды да, 1 айда 3 айтыс болады. Түсіндіңіз бе? Мынау адам деген ойын жинақтау керек қой шамалы. Соткының өзін сөндіріп қоспасаң толып қалады ғой. Сол секілді адам жаңағы жинала береді. Сосын жаңағы ол айтыстың сапасы болмайды. Ақын деген мысалы ол жүректі жинай береді. Мысалы өзім аңылдап жүріп, бір түйін ба бірдеңе тауып аласың, жаңағы сөйтіп жаңағы айтыс болады деп естіген кезде жаңағы өзі үлкейіп өлең болып шығады. Ертең сахнада сол халыққа жетеді. Сол секілді мысалы мынау айда осы ауданға арасында, мынау айда анау ауданға сөйтіп өтіп тастаса, сонда қорытынды айтыс осы жерден жасаса, сонда ақындар қарайып қалмайды. Ізденістерін күшейеді. Жиі өтіп тұрсын әр өңірде дейсіз ғой.
Түсіндім. Енді біздің облыстық мәдениетке қарайтын халық шығармашылық орталығы өзі өткізетін облыстық айтысы бар, сосын республикалық айтысы бар, ұйымдастыратын 2 айтысы бар. Ал енді әр аудандарда, қалаларда өткізетін айтыстарын олар мысалға егер өткізетін болса ертерек бізге айтады, көмек көрсетсе біз қолдаймыз. Негізгі әрине жергілікті жаңағы әкімшілік шешеді ғой. Мысалы Ұзынкөл ауданы деп жатыр, Ұзынкөл ауданында да осы тамыз айында 85 жылдығынан бекен ауданның бір үлкен айтыс болғалы тұр. Бізге ұсыныс жасады, қолдап көмек керек деп. Сол сияқты енді әр өңірде енді өтіп жатыр ғой. Иә, дұрыс айтасыз, негізі біздің Қостанайда аздау өтетін сөзсіз. Оңтүстік өңірлерінде көп өтіп жатады. Мүмкін сол үшін де ақындардың ренжитін сіз ғана емес, біраз ақындар оны бізге айтқан. Ұсынысыңызды қабылдадық, әлеуметтік желі арқылы да былай да жеткіземіз деген ойдамыз. Жақсы, айтыс енді ол сіздер енді қазір алдыңғы толқын болып жүрсіздер, кейінгі толқын жалғастырып жатсыз. Өзіңіздің отбасыңызда сол айтысқа жақын балалар, отбасыңызда бір өнерге жақын жандар бар? Өнерге жақын кішкентай қызым, домбыраға бейім, күй үйірмесіне барады. Қазір таңда күй тартып жүр. Сондай қызығушылық артып, осы 6 ай болды. Былтыр күзде өзі болмай мені апарыңдар деп. Алдында маған үйретіп жүрген. Мен нота білмеймін. Сосын айтам, мен қазір слухпен үйретіп қойсам, ертең нотамен ертең қиын болады шығар деп үйретпей жүрген. Сөйтіп жаңа үйірмеге барса, ол жақта слухпен үйретеді екен ғой. Нота жоқ. Сол 2 ұлым бар, олар жаңа бокс, кикбокс дейді ғой, сондай спортқа жақын. Сосын оларды көп не істемеймін, өзім жүргеннен өнерге енді қинағым келмейді оларды. Өздері қаламағаннан кейін дейсіз ғой. Мысалы бізде ақындардың көбісі жүректен кетіп қалады екен. Жаңа уайымдайсың ғой, жаңа кім осы Мақсат Ақанов айтқан екен ғой, айтыстың алдында ақындардың давлениесіне 300 болып тұрады шығар. Давлениесі сондай болып тұр ғой, енді сондай ауыртпалықты. Ол бірақ бір жағынан қарасаң адреналин дейді ғой, сол сияқты. Бұл енді ләззат аласың содан. Соны аңсап тұрасың. Анау бір айтысқа барасың ғой, мен мысалы қазір көбісі айтысқа барған кезде айтады, келісіп айтысады дейді, енді келісіп айтысқанда да біреу жаттап айтысады дейді, жаттағанда өзінің сөзі шығар, біреудің сөзін жаттап алмайды шығар. Бірақ тойға барғанда да сен өзің тілек айтқанда не айтамын деген сияқты, той жүргізгенде де қалай бастаймын қазір деп сол сияқты дайындалып барасың ғой. Айтыста соған жауапкершілік болу керек. Сосын жаңағы финал деген бол ғой, ақтықсын, 2-ші айналым дейді. Мен соны жақсы көремін. Осы бірінші айналымнан өтіп кетсем екен деймін. Как жас балалардың көбісі мықты ғой қазір, дайындықта жаңағы поэзиямен қазір қайсы поэзия, қайсы ауыз әдебиеті білмей қалдық қой қазір. Кәдімгі ұйқастарын ішкі сыртқы ұйқасымен қойып айтқан кезде, түйінмен айтқан кезде аузында шықпас кәдімгі. Өйткені ол сахнада андай өлең шығуы мүмкін емес. Сол секілді финалда адамда ештеңе болмайды деп айтам деген. Өз жаңа бірінші айналым жаттап келген шығар, екіншісін жаттап үлгермеді ғой, бірақ бір дайындықтар бар шығар. Мен сол кезде менің бағым жанып кетеді. Әйтеуір финалға шықсам, әйтеуір жоғарғы орынмен көрінемін. Тамаша. Кейбіреулер енді финалда аяқ астынан өткен кезде қиналып қалып жатады ғой. Мен қиналмаймын. Көмек сұрап жатыр. Айтысқа өзіңіз дайындаған ұстазыңыз, болмаса өзіңіздің еліктеген, өзіңіздің бір бағыт алған ақыныңыз? Енді мен жаңа Айбек екеуміз бір ауылда өстік. Айбек менің 2 сынып жоғары оқыды. Сол жаңағы Абзал Алпысов деген жыршы, жырау, термеші. Екеуі бір сыныпта оқыды. Екеуі бірге айтысып, біз қызығатынбыз. Соларға еліктеп өстік. Содан 98 жылы мен демалысқа келдім әскерден. Сөйтіп жаңағы Есіл деген ауылда бір кісінің үйінде отқанда Бекарыс пен Мұхамеджан екеуі айтысып отыр, сойқан айтыс болды. Анау екеуінде мақам бір дейді. Анау мақамға мен кәдімгі ұнатып қалдым. Аңылдап, ойымнан шықпай жаңағы. Енді жаңағы аяқ астынан айтысқа шыққанда сол мақаммен шығып кеткен ғой. Сөйтсем ол ауыр мақам екен ғой. Сол мақаммен шығып кеткен ғой. Сөйтіп бүкіл жерде сол мақаммен жүрдім да артынан кейін. Сосын Айекеңнің әкек әкім деген мақам бар ғой. Сол мақаммен не істедім. Сөйтсем ол ойыңды жинақтауға сондайға жақсы екен. Анау кәдімгі төпелеп айтатын айтын екен ғой, ең бір шыққан ақындарға. Бірақ сол жаңағы Бекарысқа еліктеп не істегесін, сол жаңағы мақаммен шықсам, жолым болып кетеді. Неге екенін білмеймін, ойлау қабілетіңді жаңағы арттыра ма, ұйқастарға әдемі келе ма, білмеймін әйтеуір. Әлде халыққа өтімді ме, әйтеуір бірдеңесі бар. Өзіңізге ұнайды? Ұнайды.
Демек, бекарыстардан бағыт алдым дейсіз ғой. Жақсы, тамаша. Енді уақытымызда болып болған сияқты, біраз әңгімелестік, біраз сұхбат жасағандаймыз. Дегенмен өзіңіздің елге деген бір ауыз тілегіңізді айта тұрсаңыз. Иә, қазақтың өнері асақтай берсін, өркендей берсін, артымыздан жастар шыға берсін. Осы өнерімізді руханиятқа қызмет ететін азаматтар, жас шәкірттер көп болса екен деп тілеймін. Сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Осылай қазақтың өнеріне қызмет етіп жүре беріңіздер, еңбектеріңіз елене берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Сізге де алғысымыз шексіз. Өзі 3-4 ай бойы өзіңізді қашан келесіз, уақытыңыз қашан болады деп стай алмай жүрдім. Соған қарағанда жұмысты, өнерді, бөлек енді жұмысыңызды бәрін байланыстырып жүрген кезде уақытта тығыз шығар. Дегенмен уақыт тауып келгеніңізге алғысымыз шексіз. Бүгінгі мәдениет басқармасына қарайтын облыстық халық шығармашылық орталығының басшысы Дәмір Елтайұлының атынан алғыс білдіре отырып, өзіңізге алғыс хатты табыстауға рұқсат етіңіз. Рахмет. Шаңырақ ұлттық өнер орталығының атынан өзіңізге естелік. Шабыт қанатында журналы бізде әр квартал сайын шығып тұратын білесіз, жылда. Сондықтан осы біздің жаңа жылдағы ең алғашқы басылып шыққан нөмірде өзіңіз сұхбат берген екенсіз. Сол әдемі журналды өзіңізге арнайы табыстайын деп отырмын. Алған жоқпын, қолым жетпей жатыр деп едіңіз. Арнайылап табыстап жатырмын. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермен, мінекей сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Бізде бүгін қонақта болған Рудный қаласының тұрғыны, айтыскер ақын, айтыс ақындар мен жыршы термешілер одағының мүшесі, біздің облысымызға үлкен мәдениетке үлес қосып жүрген өнер иесі, талантты азамат, ғалымгерей Кенжеғозин қонақта болды. Алғыс білдіреміз. Баршаңызға көп рахмет, аман сау болыңыздар. Рахмет.